Сәлеметсіздер ме қыздарым? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы этностильдегі бұйымдар жасау. Сәукеле. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты ойлау дағдыларын жетілдіру, бұйымды сәнді безендіруді үйрету, оқушыларға фетр материалынан сәукеле жасауды меңгерту. Қыздарым, сабағымызды бастамас бұрын ширату минутына кезек берейік. Қимылдарды шатаспай тез-тез қайтала. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Көз, ауыз, мұрын және құлақ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Тезірек жасап көрейік. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Көз, ауыз, мұрын және құлақ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Қанеке тезірек. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Көз, ауыз, мұрын және құлақ. Бас, иық, тізе, аяқ, тізе, аяқ. Жарайсыңдар қыздарым. Ендеше тарихқа шолу жасайық. Бас киімдер қазақ халқының ұлттық киімдерінің ерекше бір бөлігі болып саналады. Мәселен, кимешек, тақия, бөрік, сәукеле секілді әйел кісілерге арналған бас киім үлгілері өте көп. Қазақ халқы бас киімді әсемдеуге ерекше көңіл бөлген және бас киімді қасиетті деп санаған. Оны айырбастамаған және аяқтарын тигізбеген. Сәукелені ұзатылатын қыздар киген. Оның пішіні конус тәрізді және биіктігі 50-70 сантиметрге дейін болған. Ендеше қыздарым, бүгін осы әдемі сәукелелердің бірін жасап үйренеміз. Келесі практикалық жұмысқа кезек берейік. Сәукеле жасау үшін қажетті құрал-жабдықтар: фетр материалы, дайын пішім, үкі, моншақтар, қайшы, ыстық желім. Жұмысымызды бастамас бұрын қауіпсіздік ережесін еске түсірейік. Қайшымен және ыстық желімен жұмыс жасаған кезде сақ болыңдар. Олай болса, практикалық жұмысымызды бастайық. Бүгінгі сабағымызда сәукеленің жасалу жолдарын үйрендік. Ендеше сабақты аяқтау мақсатында мына сұрақтарға жауап берейік. Қазақ халқының қандай ұлттық бас киімдерін білесің? Сәукеленің ұзындығы қаншалықты биік болған? Сәукелені кімдер киген? Өте тамаша қыздарым.
үй тапсырмасы қазақ халқының ұлттық бас киімдері туралы ақпарат жинау. Қыздарым, кері байланыс жасауды ұмытпайық. Жарайсың. Өте керемет. Жұмысың мақтанарлықтай. Осы қалпыңнан тайма. Назарларыңызға рахмет.